6 ай жұмыс деген кез келген қызметкер еңбек демалысына шығуға құқылы. Тек басшылыққа 2 апта бұрын ескертсеңіз болғаны. Ал енді мына жаңағы демалысты бөліп алуға да болады, қазіргі еңбек кодексіне қарасты. Егер сіз жұмыс берушімен шарт жасаспай жұмыс істеп жатқан болсаңыз, яғни жалақыны конвертпен алып жүрсеңіз, онда еңбек демалысына байланысты мәселе туындауы мүмкін. Өйткені құжат бойынша жұмыс берушімен сізді заңды тұрғыда ештеңе байланыстырмайды. Сол себепті еңбек демалысыңызды талап ете алмайсыз. Шақырғанда онда тек қана жаңағы демалыста жүрген адамның оның өзінің жазба түрде келісімі болу керек. Егер ол өзі келісім берсе, сонда ғана оны жұмысқа шақыруға болады. А егер келісім бермесе, ол мына еңбек кодексін бұзған болып саналмайды. Ол адам арғарата демала беруге болады. Оны әкімшілік ол адамды ешқандай жазалауға тиісті емес. Демалыстың минималды ұзақтығы 24 күнді құрайды, бірақ жұмыс істейтін орныңызға байланысты 56 күнге дейін создыра аласыз. Сонымен қатар еңбек кодексінің 103 бабына сәйкес жыл сайынғы ақылы еңбек демалысыңыз мерекелік күндерге түсетін болса, ол күндерді есепке алдыртпауыңызға толық құқығыңыз бар.